Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Қазақстан президенті Душанбеге ресми сапарының шеңберінде Қасри Милат сарайында Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон мен екі жақты келіссөз жүргізді. Шағын форматтағы кездесуден кейін екі елдің ресми делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз өтті. Эпидемиологиялық ахуал бойынша еліміздің 8 өңірі қызыл аймақта, ал коронавирус жұқтырғандардың саны тәулігіне 2000-нан азаймай тұр. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 368.748. Жыл басынан бері елордада көліктік бақылау департаментінің қызметкерлері қоғамдық көлікте маска тақпаған 5000-нан астам жолаушыны анықтады. 1665 адам автобустан түсірілді. Үкіметтің қаулысымен Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтына Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы мәртебесі берілді. Елімізде жыл басынан бері өндірістік жарақат салдарынан 462 адам зардап шегіп, 59 адам қайтыс болған. Батыс Қазақстан облысында автокөлік жылқыға соғылып, бір отбасының 3 адамы көз жұмды. Алматы облысының Қарасай ауданындағы 22 жасар полиция қызметкері жол апатынан қаза тапты. Қазақстанда болашақ білім беру бағдарламасы аясында студенттерді оқыту ауқымы 4 елге кеңейтілді. Енді олар 27 елде оқи алады. 55 жастағы танымал актер Фархат Әбдірайымов Грузиядағы түсірілім барысында қайтыс болды. Әлемнен бір ақпар. Біріккен ұлттар ұйымы жасаған зерттеуге сай, сәуір айында соңғы 7 жылда болмаған қымбатшылық тіркеліпті. Баға әлі де шарықтай береді. Оған шикізат тапшылығы себеп. Спорттан бірер ақпар. Нұр-Сұлтан қаласының спортшысы Сиязбек Далиев пара жүзуден Еуропа чемпионы атанды. Қазақстандық мергендер Италияда өтіп жатқан халықаралық Green Cup жарысының жеңімпазы атанды. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.